Орал қаласында Батыр Бауыржан Момышұлының 115 жылдығына арналған әскери патриоттық форум өтті. Форумға құқық қорғау саласының мамандары, әскерилер және белсенді азаматтар қатысты. Бауыржан Момышұлының ерлігі мен батырлығы ұлықталды. Сонымен қатар өз саласында жетістікке жеткен бауыржандар аймақ басшысының алғыс хатымен марапатталды. Анам Халима Шайқызының жалпы айтуына қарағанда дүниегүйлердің алдында түс көрген екен. Сол аян берген ақсақалды үлкен кісі ата-аяғына атын Бауыржан деп қойсын деп. Содан кейін Бауыржан деп қойған екен. Және де өздері де міне әлі күнге дейін айтып отырады. Бауыржан Момышұлының есімде байланыстырып, Бауыржандай батыл болсын деп, өжет болсын деп. Және де жалпы қазақ халқына бір қорғаныш болардай азамат дүниеге келді екен деп күткен екен. Және оның есесіне әкем Заки Ахметжанұлы өзі әскери адам, кеңес үкіметінің кәдімгі офицері. Сондықтан да енді 2 қыздан кейін 11 жылдан кейін күткен ер балалар дүниеге келгеннен кейін осы теңеулердің барлығын олар ырымдап, жақсылыққа нышандап қойған жөндері бар. Біз өңіріміздің ең атақты белгілі бауыржандардың бәрін жинағанбыз 100-дің үстінде. Бұл форумның басқа форумдардан айырмашылығы бүгінгі форумға ұйымдастырушылар әр салада қызмет етіп жүрген Бауыржан есімді азаматтарды жинаған. Олардың қатарында полиция, әскери адам, дәрігер, заңгер және ақын жазушы Бауыржандар бар. Олардың бәрі батыр, жазушы, даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлының атын алып жүру үлкен абырой әрі жауапкершілік дейді. Даңқты дивизия командирі, гвардия полковник, 2-ші дүниежүзілік соғыстың күллі әлемге, бүкіл дүниежүзіне атақ даңқы мәшһүр Бауыржан Момышұлының есімін алып жүру, бұл жауапкершілік. Менің есімді әкем қойған. Әкемнің де, анамның да 2-ші дүниежүзілік соғыста ерлік көрсеткен қатардағы сарбаздар, атақ даңқы шыққан сардарлар ең сүйікті әдеби кейіпкерлері болды. Форум барысында Бауыржан Момышұлының өмірі мен ерлігін баяндайтын көрініс сахналанды. Әншілер патриоттық әндер айтып, кештің сәнін келтірді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев атап өткендей, тарихи тұлғаларды ұлықтау, ұлттық сананы нығайтудың маңызды негізі. Осы орайда Бауыржан Момышұлының өмірі жолын жас ұрпаққа кеңінен таныту баршамыздың ортақ міндетіміз. Ел үшін аянбай еңбек еткен қаһарман Бауыржан Момышұлының есімі өшпейді. Оның ерлігі, қайсар мінезі жас буынға үлгі.